Саламатсыздар ма? 5-72 есебімізде көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бірінші есебімізде x-тің 3 дәрежесі қосылған y-тің 3 дәрежесі. Яғни бұл формуланы жаттап аласыздар. X қосылған y бір жақша болады. Екінші жақшада x-тің квадрат азайтылған xy қосылған y квадрат болады. Енді мен мынаны қазір сіздерге түсіндіру үшін, яғни бұл екі жақшаны бір-біріне көбейткен кезде тура осы мәніміз шығады. Соны сіздерге түсіндіру мақсатында көбейтіп кетейін. Яғни бірінші біз x пен x-ті квадратты көбейтеміз. Сонда x-тің мына жерге жазайын. Бұл осылай қалдырасыздар, сіздерге одан ары қарай шығарып керек емес. Сіздерге түсінікті болу үшін ғана. X-тің 3 дәрежесі болады, минус болады. Енді біз мына екеуін көбейттік. Енді мына екеуін көбейтем. Минус таңбаны қойдым. X квадрат y болады. Келесі. X пен y-ті көбейткен кезде плюс таңбаны қоям. X y квадрат болады. Келесі. Y пен көбейтеміз. Плюс таңба x квадрат y болады. Келесі плюс минус таңбаны береді. X y квадрат болады. Плюс-плюсім соңғы y пен y квадратты өсек плюс y-тің 3 дәрежесі болады. Енді қараңыздар, қысқаратындарын қысқартып жібереміз. X квадрат y екеуі қысқарады. Xy квадрат xy квадрат қысқарып кетті. Сонда көріп тұрғандарыңыздай x-тің 3 дәрежесі мен қосылған y-тің 3 дәрежесі қалды. Мен бұл есепті ада қайталап айтам. Сіздерге түсіндіру мақсатында қане. Яғни осылай жаздым. Бұны сіздер жаттап алыңыздар. Қалған есептерді, яғни көбейткіштерге бірден жүктеп шығаратын боламыз. Келесі екінші есебімізді шығарайық. Бұл жерде екінші есебіміз тура бірінші есебімізден айырмашылығы таңбасында. Яғни x азайтылған y болады. Қалғандары плюс таңба болады. X квадрат қосылған xy қосылған y квадрат болады. Бұны ашықтамай қояйын. Яғни осылай көбейтіп шыққанда екі жақшаны бізде тура осы мәніміз шығады. Келесі, бұны жаттап алыңыздар міндетті түрде. Үшінші есебіміз m азайтылған n. Бұны осылай жаза бересіздер. Квадрат. Төртінші есебіміз бұл есептеріміз барлығы бірдей, тек қана таңбалар ғана өзгеше болған болмаса, тура жаңағы бірінші есебіміз сияқты. Бұл жерде енді жетінші есебімізде қарап тұрсаңыздар 8 берілген. Яғни қандай санның 3 дәрежесі 8 болады? Демек 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең. Яғни 2-ні бір-біріне 3 рет көбейткенде ол 8-ге шығады. Демек, онда біз a қосылған 2 деп аламыз. Яғни a квадрат азайтылған 2a қосылған 2-нің квадраты. 4 деп жаза берсек болады мына жерге. Келесі 8-ші есебімізде a-ның 3 дәрежесі азайтылған 8. Бұл жерде азайту таңбасымен a азайтылған 2 болады. Жаңағы біріншіміз сияқты, 7-ші есебіміз сияқты a квадрат. Мына жерде таңбамыз қосу таңба болады. Яғни 2a болады, қосылған 4 болады. Енді білеміз, 3-тің дәрежесі дегеніміз 3-ті 3 рет көбейткенде қанша болады? 27-ге тең болады. 3-ті 3-ке көбейсек 9, 9-ды 3-ке көбейсек 27. Демек 3-тің дәрежесі болатын болса, онда m қосылған 3 болады. m квадрат азайтылған 3m қосылған 3-тің квадраты ол 9-ға тең ғой. 9 деп жазамыз.
Яғни 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. 9-шы есеппен бірдей 10-шы есебімізде, тек айырмашылығы таңбаларында ғана. Яғни бұл жерде де 1-дің 3 дәрежесі деп ала бересіздер. 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтсек, ол 1 шығатыны түсінікті. Сондықтан 1 азайтылған x деп аласыздар. Сосын 1-дің квадрат 1-ге тең болады. Минустың квадраты қосылған 1-ді x-ке көбейтсек, x-тің өзі болады. Сосын қосылған x-тің квадрат деп жазасыздар. Бұл жерде де тура сондай, яғни 1 қосылған y болады, сосын 1 азайтылған 1-ді y-ге көбейтсек, y-тің өзі болады, қосылған y квадрат болады. Осымен 5-те 72-ші есебіміз аяқталды. Сау болыңыздар.